Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ең оңай муравейник жасайтын боламыз. Біз екі түрлі формада жасадық. Бұл өте оңай жасалады. Құрамы қарапайым ингредиенттерден тұрады. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып қолдай кетіңіз. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға жұмыртқа, қант, қопсытқыш және ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Оны пакетке салып, мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан соң ет тартқыштан өткізіп, 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін сгущенкаға 1 қасық бал және сары май қосып жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған крошкиді қолмен майда бөліктерге бөлеміз. Үстіне кремін қосып араластырамыз. Сосын стаканды суға батырып алып, ішіне дайын муравейникті саламыз. Сонда осындай пішіндер шығады. Қалған бөлігін торт пішінде етіп жасадық. Дайын болған муравейниктерді 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мінекей дайын болған муравейниктеріміз. Өте дәмді ас болсын.